Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін оқу орындарының 6-11 сынып оқушылары арасында өтетін дәстүрлі яссауитану республикалық байқауының мектепшілік кезеңі. Яссауитану байқауының мақсаты мен міндеттері. Қазақ халқының рухани тұтастығын қалыптастырған Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметтерін насихаттау. Өскелең ұрпақты ұлы баба мұрасын терең меңгеріп, зерттеуге ынталандыру. Жас өркеннің интеллектуалдық пайым парасатын арттыру. Жас буынды елдік санаға баулу. Ұлы баба өнегесімен шәкірттерді адамгершілікке, ізгілікке баулу. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген тарихи тұлғалардың өмірі мен қызметін өскелең ұрпақтың бойына сіңіру. Тарихи, мәдени ескерткіштерді, жәдігерлерді насихаттау. Дәстүрлі яссауитану республикалық байқауына Әзірет Сұлтан KZ веб-сайтына жарияланған сұрақтарға жауап беретін және сол сайтта жарияланған 40 хикметті жаттаған оқушылар қатысады. Яссауитану байқауының бірінші кезеңінде орта мектептерде іріктеу сынынан жеңіп шыққан 5 оқушы аудандық іріктеу сайысына жіберіледі. Мектебімізде яссауитану байқауының мектепшілік кезеңі өткізіліп, 5 оқушы аудандық кезеңге жолдама алды. Баржархан қаласыған ашалыстан мейбіршілікті кіретін өтсін башарыстан. Күнам жетсіз вақытсыздық батпағынан шығарағыр мейбірді қазарыстан. Дүние нәпсі соңыз деген соры қалың, иттей болдым сүйек тастан жолын. Қара бар Қожа Ахмет шылап келді алпананған назарын салып келін бармаққа саңғары. Негізінде ғашық қышып тәуәзгер, ғашық базар, ұлық базар соза қарам, ғашықтарға жалғыз айтып тәуба тұбам, дүние қарам тегінен суға табам, негізінде ғашық қышып тәуәзгер. Әні бей жалғастыр. Ғашықтықта уағызылып жыламадым, нәпсім жеңіп әмінді тұғалмадым, адамдықпен қағалынан иланбадым, негізінде ғашық қышып тәуәзгер. Мен көбілайын кешіресі Құдай, қымбатылар үшін бейдетін олар Қожа Ахмет. Ұлақтар лайын қамысқада күндізбен жылады, өртін қуан Қожа Ахмет. Тарихата білмедім, хақын қайтылмедім, харам шыға. Тарихата білмедім, хақын қайтылмедім. Бір бұйрығын білмедім. Харам шыға болғандар қартқанда қақын рақым. Қашырмеге шықылған ғашық жолда болуын арыстан бапты бір қылдым, ақтан болған Қожа Ахмет. Қол Қожа Ахмет тағат қала жуантыша әдет салып әлегесі сабақ бірін қақтан болған. Рахымынан ярытты шет қалдырмай тұрмай мезгі жылаптыға қылам. Саған боя болам боялғанша ақтанларға жұмбай көзі жылаптыға қылам. Саған бергене келіміне белі майлап, жүрек бауырмала сүріп, тасты қайнап, орны толмас өкіні салып қанында ойнап, қаспен жылаптыға қылам. Қорым келген жағымен тәлем қараңдарға, кенет маған дауыс жетіп жанағанды, қайда жақты ұрындырып таман болған жетегіне жолыңа салған тайқа дейм. Тәртіптерді шамшырағы жетегіне жолыңа салған тайқа дейм. Зікірін айтып айтырға келіп еді тура жолда шиға қаттым. Шайтан болдым, жіберімнен зәкә жаттым. Жан сарайын жарықтыға шүкірім ол, жетегіне жолына сәлемді қадейін. Пенен демек, ішқалысы күйір өгін жетегіне жолына сәлемді қадейін. Салават, 18 мың қалаға сәрі болған Мұхаммед, 30 мың сақасында болған Мұхаммед, Жошыл кенеткен Арчы Мұхаммед, Кінан Мұхаммедке шапағаншы Мұхаммед, Күпіліме қалықты сабықтағы Мұхаммед, Жетімізге ғапты жарқаға Мұхаммед, Саражода Мұхаммед, азап көшкен әмеге ана болған Мұхаммед, Әбу Жахмет Залымбар, көзін болған Мұхаммед, Жаба қорды қаңжыға өзін болған Мұхаммед, Жаған шының қарасын ұмық тұрған Мұхаммед, Зікір айдың бұлқын шынықтырған Мұхаммед, Мағын варайын шайтанға соғыс қылған Мұхаммед. Шалыстан мен бір жерде жет нәпсім ашарыстан, күнап шексіз бақытсыздық батпағынан, шағара бір мен бейбақты қасарысқан. Дүние нәпсі сол іздеген сары қалың, еттей болдым сүйек тастар жолыма кім қара басты қан жолынан мен әдістім қайда барам еді ұстарып не қылам. Нәпсі шайтан жүргіз еді жарлық маған, бір пенде жоқ соған қыл боп жалдық маған. Пенде сорлы танымаған ол бесілді,
Уадалина қасіреттен қаңғып барам. Есесембеймін деп жеткен болғанымен, қылығымен салып біттім елге делеп. Жүзім қара басып өткен ізім қара, қай түріммен көрінемін не қарай. Әзі жаным жасылуын танымадым, қатымады жан сырына бағынамын, бас ұрмады діркейіне масылдалын, ярығым енді мінездары қалын. Күнә мауыр ебет бар досқа қарар, сізді жеңілітпес масқара бар. Қожахмет жылап келді, алпанаңа назарын сал, жерім бардан басқа бар. 6-11 сынып оқушылар арасында яссауи тауы 2024 республикалық білім байқауының мектепшілік кезеңінде ерік жігерін көрсетіп, жақсы дайындалғандығы үшін ынталандыру сыйлықтары Мырзахмет Әлиби. Енді осалдық танытпаймыз, алдағы уақытта осындай жеңісті күндері көп болсын. Сіз сені әлі де болса, осы яссауи тану байқауы 2025-те күтеміз. Дәл осындай мәтінде Өнербаев Амекке алғаш рет қатысып жатыр. Яссауи тану 2025-те сіз мына кісілер сияқты бейілді қарсыластардан боласыз. Ал енді мектептің абыройын қорғайтын, аудандық кезеңде жолдама алған, жоғарғы нәтиже көрсеткені үшін алайдар таратқанмын. Сіздерден жоғары суретке қарап көрсетіп. Берекет Ерасыл. Былтыр жігіттер болмап едіңіз сапта. Мұхаммеджан Айнұр. Мұхаммеджан Динара. Фаворит Берекет Мереев. Биыл енді нәтиже болатындар республикада. Яссауи бабамыз хикметте адамның ішкі сезімін, рухани дүниесін ғана емес, заман келбетінде дәл берген. Ол барша адамның мінін жойып, кемел адам сомдауға талпынды. Тоқырауға айналған түркі халықтарының мәдениетінің көкжиегін кеңітті. Көне түркілік дүниетанымды ислам қағидаларымен байытып, мүлде жаңа өркениетке жетеледі. Яссауи хикметтерінің мәні, философиясының өзегі адам. Адам кемелдікке жетуі үшін қажетті білімді игеруі керек. Бұл білімнің қайнары хикмет. Хикметтерде адам жаратылысы жаратқан иенің ұлылығын көрсететін, көркемдігі жағынан ең жоғарғы кейіпте жаратылған болмыс екендігі айқын көрсетілген. Қожахмет Яссауи ілімінде хаққа қызмет ету, халыққа қызмет етуден басталады. Ал халыққа, ұлтына қызмет етудің шарты топырақ сипатты болу, нәпсіні тыю. Топырақ сипатты болып, өзін халқына арнау кемелдікті білдіреді. Яссауи бабамыздың хикметтерін жаттап, оның мол мұрасының мәнін ұғынуға тырысқан шәкірттеріміздің кемел адам болуына тілектеспіз. Халыққа қызмет етіп, қадамдарына нұр жаусын.